Ekrem görüntüler. Немесе Мехметова студенттер және мұғалімдер, бізде бүгінгі тақырып мультимедиалық технологиялар. Орындаған Кенезарова Дина химия факультетінің студенті, фия 21 К студенті болып студентімін. Бізде бүгін мультимедиалық технологиялар тақырыбында презентация қорғайтын боламыз. Бізде кіріспе негізгі бөлім қорытындыға тоқтала кетеміз. Слайдта жалпы кіріспеде тоқтала кететін бұл мақсаты, бұл мультимедиа технология презентациясының мақсаты мультимедиа ұғымын ашу, оның компоненттері мен түрлерін түсіндіру, қолдану салаларын көрсету, қоғамға және білім беру жүйесіне әсерін түсіндіру туралы түсіндіріп кететін боламыз. Келесі, мультимедиа дегеніміз не? Жалпы мультимедиа бұл әртүрлі ақпарат көздерін біріктіретін технологиялар жиынтығы болып саналады. Олар мәтін, дыбыс, бейне, анимация, графика элементтерін қамтиды. Мақсаты пайдаланушыға ақпаратты жан-жақты әрі қызықты түрде ұсыну. Мультимедиа құралдары компьютерлерде, ұялы құрылғыларда және арнайы құрылғыларда қолданылады. Олар ақпаратты тиімді және тартымды жеткізуге көмектеседі. Келесі айта кететін, бұл бізде мультимедиа компоненттері. Онда бізде мультимедиа компоненттеріне мәтін, сурет, дыбыс, анимация, бейне, интерактивтілік жатады. Мәтін, яғни текст, ақпаратты баяндау мен құрылымдаудың негізгі құралы. Сурет ақпаратты көрнекі түрде жеткізеді. Дыбыс, музыка, дауыс, эффектілер арқылы эмоция қосады. Бейне оқиғаны толық көрсететін құрал болып саналады. Яғни бейне ол видео, дыбыс, аудио деген секілді. Анимация бұл бізде қозғалыс арқылы идеяны түсіндіреді. Интерактивтілік қолданушы әрекетімен жауап беретін жүйе. Яғни батырмалар, сұрақтар арқылы пайдалана аламыз. Келесі мультимедиа түрлері. Мультимедиа түрлері бізде линейлік мультимедиа және интерактивті мультимедиа деп екіге бөлінеді. Линейлік мультимедиа дегеніміз көрермен тек көреді немесе тыңдайды. Мысалы, кинофильм. Қолданушының басқару мүмкіндігі шектеулі болып келеді линейлік мультимедиада. Ал интерактивті мультимедиада пайдаланушы әрекет арқылы контентке әсер ете алады. Мысалы, компьютерлік ойындар, онлайн курстар, веб-сайттар арқылы. Яғни осындай екі түрін қарастырамыз. Қолдану салалары. Мультимедианың қолдану салалары бізде жатады. Білім беру, виртуалды зертханалар, қашықтықтан оқыту, презентациялар. Мысалы, Хан Академия, Курсера деген секілді. Денсаулық сақтау, мультимедиалық тренажерлар, визуализациялар, пациентпен байланыс деген секілді. Бизнес және маркетинг, жарнамалар, презентациялар, бренд визуализациясы, ойын-сауыққа тоқталсақ, ойындар, анимациялық фильмдер, 3D кино, мәдениет және туризм, виртуалды музейлер, интерактивті карталар жатады. Келесі айта кететініміз, қолдану салаларына тоқтадық. Енді артықшылықтары мен кемшіліктері. Мультимедиа технологиясының бізде артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Артықшылықтары ақпаратты тез меңгеруге көмектеседі, қызығушылықты арттырады, көрнекі құралдар арқылы есте сақтау қабілетін жақсартады, қолданушы белсенділігін арттырады, әсіресе интерактивті жүйелерде. Кемшіліктері құрал жабдықтарға тәуелділік болады, жоғары қаржылық шығындар болады, барлық ортада қолдану мүмкін емес болады. Мысалы, интернет қажет болады кейде. Кейбір пайдаланушыларға техникалық күрделілік туғызуы мүмкін. Яғни мультимедиалық технологиялардың бізге пайдалы жағы да бар, пайдалы жағы көп қой, дегенмен бірақ арасында кемшіліктері де болады, минустары. Келесі, қорытынды. Жалпы мультимедиалық технологиялар заманауи қоғамның барлық саласына енді. Олар білім беру, бизнес, медицина, мәдениет, ойын-сауық және тағы басқа салаларда үлкен рөл атқарады. Ақпаратты визуалды және дыбыстық түрде беру арқылы тиімділік пен нәтижелілік артады. Келешекте мультимедиа құралдарының маңыздылығы тек арта бермек. Осымен бізде мультимедиалық технология тақырыбымыз презентация аяқталды. Жалпы мультимедиалық технология бізге пайдасы да бар, кемшілігі де бар. Жалпы негізі қазіргі заманауи қоғам үшін мультимедиалық технология керек деп ойлаймын.